Ассаламағалейкум көрермендер. Негізінде компьютер ойындары барлығы қызығушылық танытады. Ойындардың бастамасы қиын болғанымен, қазіргі таңда ойын ол бос уақытында да, жұмыс уақытында да, кішкентай балаларды ғана емес, үлкен адамдарды да өзіне тартады. Бұл видеода біз әлемде ең бірінші болып шыққан компьютер ойындары туралы айтамыз. Сіздерге қызық деген ойдамын. Олай болса, кеттік. 1940 жылы американдық физик Эдвард Кондон Нью-Йорктегі халықаралық көрмеде нематрон деген таңғаларлық жаңа құрылғысымен таныстырды. Тарихтағы ең бірінші компьютер ойынының мағынасы мынада. Екі ойыншы кезекпен тау болып үйіліп жатқан заттарды алады. Көрмедегі өзінің керемет жетістігіне қарамастан, нематрон араға ұзақ уақыт салмай ұмытылды. Ойынды жасаған Эдвард Кондонның өзі де ойынның потенциалын ұғынбады. Келесі компьютер ойындар тарихындағы үлкен секіріс 1952 жылы орын алды. Британдық Александр Дуглас OXO ойынын ойлап тапты. Notes and Crosses компьютердегі крестик және нолик деген атпен де танымал. Бірақ бұл ойында адамдарға қол жетімді болмады. Себебі бұл ойынды ойнау үшін әлемдегі жалғыз компьютер Кембридж университетінде болды. Компьютер ойындары жарыққа шығу үшін тағы да 10 жыл керек болды. 1962 жылдың сәуір айында DEC компаниясы PDP-1 компьютерлерін шығара бастады. Компьютердің комплектіне тестілеу программасы ретінде Space War ойыны кірді. Таралымға шыққан ең бірінші ойын ретінде. Массачусетс деген ақштағы технологиялық институттағы бірнеше программистар ойлап тапты. Топты басқарған Стив Рассел. Ойынның мағынасы екі адаммен басқарылатын екі космостық кеме ұшып бір-біріне немесе жұлдызға соғысып қалмау керек болды. Space War керемет әлемдегі ең бірінші компьютер ойыны болды. Өйткені алдыңғы екеуі тек өмірдегі ойынды компьютерде іске қосу болды. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге алғысымызды білдіреміз. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендігі видеомыз не туралы болғанын қалайсыз? Ол жайлы комментарийге жаза кетіңіз. Сіздің ойыңыз біз үшін өте маңызды. Онда келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.